Ermek. Mınау y, mına parabola, mınау kıyılsat deydi. Kıyılsı nüktesinin koordinatası tabii. Ekеуін ne isteyeyim значит? Mınау men mınаны ne isteyeyim как раз? Ya. Ne isteyimiz? Ekеуі kıyılsатын bolsa олардың нелері тең? Нүктелері. Вот, значит, олар тең болу керек. X квадрат плюс 2x плюс 2 тең, айта бер, 7x минус 2. Сосын Bir жаққа бәрін x квадрат минус 5x минус 0. Ой, плюс 4. Виетпен ақ көріп тұрмын, дискриминантсыз ақта. Диск 1, x2-ні көріп тұрмын. Көбейтіндісі 4, қосындысы 5. Ол қандай сандар ол? 4 пен 1. 4 пен 1. Міне осылай ел әділ аяқтап кеткен мұны жауабын бізге y табу керек енді. x1 4 болса y1 тең, y-ге сендер мынаны қолдандар, мына өреде. Либо мынаны. Бірақ оңайы мынаны қолдану. 7x минус 2 деген оңай ғой. 7 көбейді 4 минус 2 қанша болады? 26. Так, y1 таптық, y2-ні таптық. 5. Сөйтіп жауабы бұлай болу керек. Мына жерде мынандай нәрсе жазасыңдар. 4-те 26, сосын 1-де 5. Түсінікті? Енді бар, суреттегі боялған бөліктің ауданы, бұл деген как раз интеграл ғой. S тең интеграл адам бұға дейін. F от x dx. Сол бойынша S тең интеграл неше кені? Бірінші түпті неше? Мынау неше болды, мына қарашын? 1 мен 4-тің қайсысы? Мынау 1 қойын точно. А мынау уже, мына жер 4. Түсінікті? Иә. Сонда интеграл 1-ден 4-ке дейін. Үстіңгісінен үстіңгісі қайсысы? Ол 7x минус 2 ғой мынау. 7x минус 2-ден алып тастаймыз астыңғысын. 7x минус 2 алу астыңғысы не ол? X квадрат қосылған 2, x қосылған 2. Иә, жақшаны ашқан кезде сразу минус болып кетті түгелі. dx. Енді реттеп алайық, мынаны қазір пока тұра тұрсын 1-ден 4-ке дейін. Минус x квадрат, так, минус 2x плюс 7x плюс қанша? 5x минус 3, 4. Тең. Так, это x тең. Минус x квадратный интегралы. 2x бөлінген 2. X куб бөлінген 2, 3. Плюс 5x квадрат бөлінген 2. Минус 4x. Так, 1-ден 4-ке дейін. Бірінші 4-ті қоямыз түгеліне. Минус 4-тің кубы бөлінген 3. Минус 4-тің квадраты ол 16. 16-ны 5-ке көбейтсем 80 бөлінген 2 ол 40. Минус 4-4-ім 16. Минус дейм, енді астына 1-ді қоям еді осыны түгеліне. Не болады, айта бер. Бұл түсінім. Минус 3-тен 1 қосылған 5 бөлінген 2, минус 4. Так, тең, жақшаны ашайған. 64, иә. Минус 64 бөлінген 3. Так, минус... Неге минус екет? Мына жер плюс екен ғой бізде. Да? Плюс қой. Бәсе. Так, 40-тан 16-ны алып тастасам, 40-тан 10-ды алдым 30, одан алдын алдым 24. 24. Так, мына минус пен мына минус плюс береді. Плюс 3-тен 1. Минус 2-ден 5, плюс 4. Так, тең есептейміз енді. Так, 24-ке 4 қосып 28, минус 2 жарым. 64, минус плюс 3, 63, 63 3-ке бөлсем, 63 3-ке бөлсем 21 қой дейм, минус 21. Тең, 28-ден 21-ді алып тастасам 7, 7-ден 2 жарымды алып тастасам 4 жарым. Дұрыс па Ермек?